Аллары қарай қазақстандық мультфильмдерге обзор жасауды жалғастырайық. Және де бүгінгі обзор мультке бұрынғы видеода айтылған Тимур мен Жаник мультфильмінің жалғасын айтқым келеді. Тимур мен Жаник және де Айдағар мультфильмі. Өкінішке орай қай жылы шыққанын таба алмадым. Ал жасаған студияны бәріміз білеміз, ол Қазақфильм студиясы. Бұл жолы мульттың сапасы шынымен де жақсарып кетті. Разрешениесі көбірек, кейіпкерлер өте әдемі және де өзінің стилімен жасалған. Фонда шынымен де жаман емес көрінеді. Тема ғой тема. Байқалып тұр. 3 анимациясы шынымен де жаңарып кетіпті. Короче, өз шыққан жылына шынымен де әдемі мульт. Білмесем де қай жылы шыққан. Ал енді мульттың өзін айтып берейін, қысқартып. Бас кейіпкерлер ағасымен бір үлкен алқапта келе жатады. Байқам екеуі өсіп қалыпты. Бірақ бәрібірде қырылуын тоқтатпапты. Сөйтіп қырылып жатып ағасы Тимурға сен үлкенсің ғой, ақылды бол. Ал Жаник әлі кішкентай ғой деп ақылын айтып жатты. Машинасының дөңгелегі жарылып қалады. Тимур жөндегенге көмектесетінін айтып, Жаникті ар ойнатып жібереді. Ал Жаник болса балбал тасты тауып алады. Ағасы бұндай тасты айналып өтсең, ақыл кіріп есейесің деп айтып, өзі бір айналады да кетіп қалады. Ал Тимур Жаникқа бұл бәрібір саған көмектеспейді деп айтады да, екеуі қайта қырылып, Тимур Жаниктің артынан жүгіре жөнеледі. Және де балбал тастың артынан өте қалып еді, басқа әлемнен шыға салады. Сол жерде балбал тас онымен сөйлесе бастайды. Және де оған батырдың сауытын беріп, бұл жерден шығу үшін ерлік жасауын керек деп, өзі жоқ болып кетеді. Бірақ Тимурға қалдырып кетеді. Енді ол сол ерлігін жасайын деп саяхаттауын бастайды. Бірақ ендігі жол жүріп келе жатыр еді, артынан басқа батыр келіп, мен жүр. Мен Албайдағамен шайқасуға бара жатқанын айтады. Ал Тимур келісіп, сол батырдан нағыз батыр білу керек заттарды үйрене бастайды. Ептілік те қажет. Батырға сәттілік серік болу керек. Кеш деп атады. Екеуі ұйықтайын деп жатыр. Тимур кездестірген батырынан ол Айдағар қандай екен деп сұрайды. Ал батыр болса, ол Айдағар кішіні де үлкен де аямайды. Ауылдарды өртейтін малдардың бәрін жеп кетеді. Сұлу қыздарды ұрлайтын жауыз деп айтады. Және онымен шайқаста көп батыр мерт болғанын айтады. Сөйтіп екеуі ұйықтап қалады. Келесі күні оларды Айдағар тұратын жерге де келеді. Батыр өзі мініп кетіп Тимурды қалдырып Айдағарды іздей бастайды. Нағыз батырдың чөті қылығына ұқсамайды ол. Сол сәтте байқұс темір құлайын деп жатқанда оны Айдағар құтқарып қалады. Айдағардың түріне қарасаң, әлгі батыр өз ойымен айтқан Айдағарға мүлде ұқсамайды. Оны Тимур да байқайды. Себебі ол ешкімді жемейді, ешкімді өртемейді, себебі ол от шаша алмайды. Және де ешкімді ұрлай алмайды. Себебі мынандай қанаттармен кімді ұрлайсың? Ұрлаудың да қажеті жоқ. Себебі оның өзінің сүйген Айдағарда бар екен, базар жоқ. Тимур бәрін көріп түсіне бастағанда әлгі батыр келіп, Тимурды жібер, керісінше келмемен шайқас деп айтады. Ал Тимур оған тиіспеуін сұрап, ол мүлде қауіпті емес екенін айтады. Бірақ батыр оны тыңдай ма? Айдағардың артынан жүгіріп оны қылышымен сермей бастайды. Үші бақшасын өсіп тұрған жемістерін кесіп тастайды, мал екен таза. Бірақ шайқас кезінде ол жардан құлап кете жаздайды. Бірақ оны Айдағар құтқарып қалады. Ал бұл өзіншіл скотина бәрібір оны өлтіргісі келіп, қылышымен сермеп қалады да құлап кетеді. Айдағар мұңайып бақшасына қарайды. Ал Тимур да мұңайып ерлік жасай алмағанын айтады. Бірақ әлгі балбал тас келіп неге ерлік емес? Керісінше сен ана дәуді қорғап қалдың. Бұл нағыз ерлік деп айтып, Тимурды қайта өз әлеміне жібереді. Солай мульт те бітеді. Маған мульт қатты ұнады. Мағыналы мульт екен. Нағыз ерлік ол жамандарды тепкілеп мықты болу емес. Кішіпейілді, өзіне әлсіздерді қорғай алу. Егер де дәу мықты болса, бәрі оны жаман десе бермеу керек қой, короче. Ал сендер қалай түсіндер? Комментке жазып кетіңдер. Сендермен болған мен ол жас тоқыбайдастар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.